Қырғыздар топ жарды. Торғай даласында халықаралық бәйге марафон мәресіне жетті. Оның қорытындысы бойынша Қырғызстан командасы жеңімпаз атанды. Анық-қанығын сол жақта жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Ол қазір тікелей эфирге шығуға дайын тұр. Аслан, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Динара, рахмет. Біз қазір Арқалық қаласында тұрмыз. Торғай даласында ұйымдастырылған ұлы дала жорығы бәйге марафоны жаңа бірер минут бұрын ғана мәресіне жетті және оның нәтижесі бойынша жоғарыда айтқандай Қырғызстан командасы жеңіске жетті. Шын мықтыны мойындау керек. О бастан біздер нағыз жүйрік жеңіске жету керек, жарыс барынша әділ өту керек, таза өту керек және төрешілік объективті болу керек деген осындай бір ұсынысымызды айтып, үнемі таламызды қайталап жүргенбіз. Соның нәтижесінде енді жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Қырғызстан командасы жеңіске жетті. Енді 5 күнге 500 шақырымға созылған бәйге марафон. Енді о бастан қырғыз командасы жақсы қарқынмен бастады. Жылдамдықты азайтқан жоқ. Және мынау арнайы тактиканың арқасында, бұған қоса арнайы әдістеменің арқасында жеңісті жұлып алды десе болады. Енді басқа жағынан олардың дайындығында ерекше айтып өту керек. Қырғызстан командасы мынау көктемнен бастап тыңғылықты дәл осы бәйге марафонға дайындалған екен. Соның арқасында бүгін жеңіске жетіп отыр. Жарыс қорытындысы бойынша екінші орында Ақтөбе облысы иемденді, ал үздікшілікке Қостанай облысының командасы кірді. Ал жалпы енді о баста 18 команда жарысты бастаса, солардың ішінде Ұлытау облысы және Қостанай облысы бар. Бас аяғы 5 команда ғана мәре сызығына келіп жетті. Және мына Қырғызстан командасының жоғарыда айттым ғой, тактикамен жеңіске жеттік деп мәлімдегенін қазір сол команда мүшесінің сұхбатын тыңдап көрейік. Кене жақсы болды. Ақырында жүрдік, тактика айтқан тактикаларды қылаттық. Соның арқасында болды ғой деймін. Жазында келгенде екінші болып қалғанбыз. Ниет қылып келген, сұтағыз деп. Жақсы даярданып, ниет істескен, ұттық қойырса. Негіз жақсы болады екен, ақырқы елі. Бірінші елі жүріп, аяғында елі жүрген, аттарға да жақсы болды. 18 команданың арасынан қиын болды, күшті болды. Сонымен жарысты бір жалпы қорытындылап жүрейін. Қырғызстан командасы бірінші орында екенін айттық. Екінші орынға Ақтөбе облысының командасы тұрақтады. Үшінші орынға осы Қостанай облысының командасы кірді. Алдыңғы үштік осылар. Бұған қоса жалпы 18 команда жарысты бастаса, соның 5-еуі ғана мәре сызығына жетті. Жоғарыдағы 3 командадан бөлек Ұлытау облысының командасы және Қостанай облысының екінші командалары 3 атпен осы 500 шақырымды бағындырды. Және оларда енді ұлы дала жорығы бәйге марафон сәтті аяқтады десе болады. Жаңа ғана біз тұрған алаңда марапаттау рәсімі өтті. Бас аяғы 100 миллион теңге демеушілер тарапынан жүлде қоры болған еді. Соны осы командаларға таратып берді және алдағы жылдарда ұлы дала жорығы бәйге марафоны осы қарқында жалғасатындығы анық. Әзірге білмейміз қай аймақтар қабылдайды, қандай форматта өтеді десе де, енді 6-шы рет ұйымдастырылған ұлы дала жорығы бәйге марафоны өзінің енді ерекше бір әсерімен, бір ерекше сәттерімен және осындай бір нәтижесімен тарихта қалатындығы анық. Тағы бір айта кетерлігі, биылғы бәйге марафон барысында Міржақып Дулатұлының жерленген жеріне, Амангелді Имановтың денесі жатқан жерге және Кейкі Батырдың кесенесіне арнайы тоқтап, бабалар рухына тағзым етіп, Құран бағыштап деген сияқты осындай бір идеологиялық жұмыстарда жүргізілген болатын. Және ұлы дала жорығы бәйге марафонының осы бір миссиясы да алдағы жылдар жалғасын табады деген сенімдеміз. Динара, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет Аслан, ақпаратыңызға. Бізбен Торғай даласынан тікелей эфирге шыққан әріптесім Аслан Қаженов болатын.